Келесі үміткер таңғаларлық өнер иесі. Танымал эстрада жұлдыздарына пародия жасап қана қоймай, түрлі зат құбылыстардың да дыбыстарын айнытпай салатын жігіт Базар Жоғалаңы. Алдараспан сынды әзіл-сықақ театрларында өнерін шыңдап, көрерменнің көзайымына айналып үлгерген. Есімім Асқар, фамилиям Көмекбаев. Менің басқа пародистердің ерекшелігім күнделікті тіршіліктегі телефон, терминал, домофон, мысалы автобус, солардың барлығын дауысын салам, мен сонымен ерекшеленемін. 100 рет естігеннен гөрі бір рет көрген артық. Олай болса бірге тамсанып, бірге таңданайық. Ассалаумағалейкум әділ қазылар. Мен Ақтөбе қаласынан, есімім Асқар. Асқар, енді саған мені жыға танымасам да Есен аған қатты қуанып отыр. Сен шыққан кезде оқ деді. Кеткен кезде де оқ дейікші бәріміз сен сахнада. Енді қазір мен алып келген дүнием пародия, бірақ та адамдар емес. Менің салатын дыбыстарым күнделікті тіршілікте өзіміздің қолданып жүрген нәрселердің дыбысы. Сонымен тамашалаймыз. Мен Бурабайға дайынмын. Бурабай, қарсы ал. Шалған жас қыз дейді, шалған жас қыз қалай болады деп қояды. Шалған жас қыз бұлай болады, кебеде тауып жатады, аяқ қолы қатады, қызымыз келгенде қалай жалғыз жатады. Шалған жас қыз деп қояды. Шалған жас қыз бұлай болады, бір машина келеді, теген капуста, қатынан секіл бір түр запаста. Есен бола ма, болмай ма? Ай, бауырым ай. Феноменальный нәрсе. Мен қарап отырып жаңа анау екі машинаның дауысын қалай салдың бір кезде? Біреу жоғарғы машина, біреу төмен машина де, қарап отырсаң. Өтіп кеткеннен артынан қай келеді ол? Рахмет. Иә. Әдемі барлығы. Құтты болсын, мен я деймін. Артық әңгіменің қажеті жоқ. Я бауырым.